Кештетіп қанша жүргенін білмейді. Көшелерді аралап жүре-жүре аяғы талды. Содан кейін барып жатақханаға қарай бағытта жүретін автобусқа отырды. Бұл соңғы автобус болса керек. Ішінде бірен-саран ғана адам екен. Айсана жатақханадағы бөлмесіне келгенде қыздар ұйықтап қалыпты. Бұл да жата қалды. Біразға дейін ұйықтай алмай жатты да көзі талып барып қалғып кеткен екен. Сания досының мұны жұлқылай оятып жатқанынан тынысы тарыла оянып кетті. Көзі жасқа толып солқылдап жылап оянды. Неге жылағанын, не түс көргені дым есінде жоқ. Жүрегі тарсылдап аузынан шығардай жан-жағына қарады. Құрбысы су беріп, басылды ма? Сен соңғы кезде бір түрлісің, бізде ештеңе айтқың келмейді ма? Айсана іштей намыстанып, өзінде болып жатқан жағдайларды ешкімге де айтқысы келмеді. Басылды, жақсымын, ұйықтаңдар деді де, өзі де жата қалды. Сол жатқаннан таң атқанша ұйқысы келмеді. Жата-жата тағы да ойлар келді. Мен не оның мойнына асыла салатын қыз деп ойлады ма? Мен жеңілтек қыз боп көрінем ба жұртқа? Өзінің әйелі, бала шағасы бар еркек мені құдайдың қоры көре ма? Неменеге кешке машинасына отырып алдым? Осының бәрін көрмейтін ем, оның есуас сөздерін естімейтін ем, қандай жиіркенішті. Осылай ойлады да, мен неге ұялу керекпін? Өзі ұялсын, мен өз намысымды қорғай алам. Оның ығына көнген жоқпын, оның айтқанын орындауға менде ниет жоқтын. Сабыр ет, Айсана, сабыр ет, шамалы күнде диплом аласың, сосын бұл күнді ұмытасың деп өз-өзін жұбатты. Ертесіне универге барды. Іштей қобалжи бастаған, өзін жайсыз сезінгені сонша қасындағылардан бөлініп терезенің алдына барып, оларға сыртынан қарап тұрды. Топтағы қыздар, жігіттер диплом қорғап болған соң қайда барып атап өтеміз, не ұйымдастырамыз деп у-шу боп өзара жоспар құрып мәз боп жатты. Осылайша мең-зең боп тұрғанда деканаттан қатты айқай естілді. Артынша хатшы қыз атып шығып кафедралардан қағаз жинап жүгіріп кетті. Ішінен бірнеше оқытушы шықты. Олардың бет жүзінен де жайсыздық сезілді. Бір студент: ойпырмай, декан бүгін қатты ашулы ғой, не болған таң атпай? Әйелмен ұрсып шыққаннан сау ма? Не болса да оң аяғымен тұрмапты деді. Студенттер фойенің алдынан жайлап күлді де аудиторияларына қарай беттеп кетіп қалды. Айсана да терезенің алдына қойған сөмкесін алып, енді қозғала бергені сол еді. Декан іштен шықты. Қабағы тас қатулы етіп, қыздың қасына жетіп келді. Сөйтті де жан-жағына бір қарап алды. Бұған қарап тістене сөйледі. Ендігісім сенімен болсын. Мен сені жайыңа қалдырмайым. Дипломыңды алуға мұршаңды келтірмей еңіретіп қоям. Сен менің соңымнан жүгіретін боласың әлі. Не үшін ағай, мен сізге не істедім? Өтірік ақымақ болмай-ақ қой, көрсетем әлі деп сыбырлай кіжініп деканатқа кіріп кетті. Айсана да ашуға булықты. Тамағы тіреліп өксік келді. Тұрған жерінен қалшиып қозғала алмай қалғандай. Жанынан бір тықыр естілді. Тобындағы екі жігіт екен. Олар да аң-таң. Деканның сөзін естіп қойған сияқты. Қыздың қасына келе сап, олар да сұрақ қоя бастады. Сен не бүлдіріп жүрсің? Бірдемеге кіріп кеткеннен саумысың? Ағай саған неге ұрсып бара жатыр деп әңгіменің ашығын білмейтін олар бейтарап сұрақтар қойып кетті. Айсана екеуін екі жаққа итеріп орталарынан өтіп кетті. Одан кейінгі күндер мүлдем түсініксіз, мәңгүрт болды. Тобындағылармен мүлдем араласпай қойды. Диплом қорғайтын күні басты комиссия мүшесі болып декан өзі отырды. Бұған шүйлігіп, диплом тақырыбына қатысы бар, қатысы жоқ неше түрлі сұрақтарды қойып, Айсананың есінен тандырды. Не керек, дипломыңды толық зерттемегенсің деп өте төмен бағалады. Қайта тапсыруға шешім шықты. Ал тобындағылар болса, Айсана декан парақор болғандықтан ешкімге айтпай арызданған, содан соң соңына түсіп алған деп өздерінше топшылапты. Әрі қарай диплом жазусыз қалды. Жатақханада қыздар мазасын ала берген соң, әкесінің алыстау ағайынның үйіне барып жатып алды. Өйтпеске амалы болмады. Диплом жетекшісі айтқандай, декан мен тағы бірер комиссия мүшелері болған оқытушылар оң нәтиже айтпады. Ештемеге көнбей отыр. Тақырыпты, мақсатын ашып көрсетсем де болмады. Сенің сабаққа қатысуыңды, осы уақытқа дейінгі бағаларыңды көтеріп тексеріп шықты деді. Айсананың әрі қарай ештеме ойлануға мұршасы келмеді. Содан не керек? Бір күні кураторы Айсананы университетке анан келді деп хабар жіберді. Айсана жылап отырып, анасына бәрін айтып беруге оқталып келе жатты. Анасының құшағына кіріп сағынышын да, өкпе назын да, арызын да ашып айтпақшы болды. Деканаттың алдына келіп тоқтады да,
Көзіне келген жасты іркіп, енді кіруге оқталғаны сол еді, анасы алдынан шықты. Деканаттың есігін тарс жапты да, отты көздерімен қызына ұзақ қарап тұрды. Айсана «Мама» дегені сол еді, жағынан шапалақпен тартып жіберді. Қыз есінен танып бара жатқандай болды. «Мен сені осылай тәрбиелеп пе едім, жаныма желеу болады деп, бір жағымда ала жүреді деген қызымның бар қолынан келгені осы ма?» Анасы да жылап жіберді. «Саған қарап тұруға бетім шыдамайды, білгеніңді істе». Арғы жағынан куратор мен хатшы қыз шықты. Кураторы: «Апай, сабыр етіңіз. Айсана ондай жаман қыз емес, бір түсінбеушілік болған шығар» деді. Екеуінің де қолынан ұстап әрірек апарып сөйлескісі келіп еді, анасы кураторының қолынан сілкіп жіберіп: «Енді менің сендей қызым жоқ. Қалаға жібердім. Адам болсын десем, көше қаңғалаған надан болыпсың. Ел жұртқа қалай қараймын? Сол кезде әкеңмен бірге өліп кетуім керек еді. Сен мына қылығыңды көрмейтін, естімейтін едім» деп жылап-сықтап шығып кетті. Айсана деканның шешесін кіргізіп алып, өзіне әбден күйе жағып қаралағанын түсінді. Анасы сонша намыстанатындай ештеңе болған жоқ еді. Деканға кіріп барып: «Диплом алмасам алмай кетейін. Анама сонша не айттыңыз? Бізді қорлайтындай сіз кім едіңіз? Құдайдан қорықпайсыз ба?» деді. Декан мұны адам құрлы көрмеді. Бір ауыз сөз де айтпады. Теріс қарап тұрып, қолын бірнеше рет сілкіп бұған «Шық, кет» дегендей мысқалдап тұрды. Оқу корпусынан атып шыққан Айсана жан жағына қарап көше бойынан жүгіріп анасын іздеді. Әкесі екеуі жол апатына ұшырап, әкесі қайтыс болғаннан кейін денсаулығы сыр беріп, жоғары қан қысымнан мүгедекке дейін шығып еді. Ауырып қалмаса болар еді, кездессем екен, сөйлессем екен деп анасына жетіп алғысы келді. Аялдамаға қарай беттегенде топырлап жиналған адамдарды көрді. Олар біреуді қоршап тұрғандай болды. Айсана екі өкпесін қолына алып, сол жаққа қарай жүгірді. Жүгіріп келеді, бірақ аяқтары дірдектеп, құлап қалардай, өңеші ашып, тамағы тіреліп қалғандай. Ойында тек «Бұл анам болмаса екен, қоршап тұрғандар жай автобус күтіп үйірілгендер болса екен» деп аптығып барып тоқтады. Адамдардың аяғының арасынан анасының туфлиін байқап қалды. Я, дәл өзі. Авариядан кейін шамалы өкшелі де туфли кимейтін. Жай табан қоңыр туфлия. Әрі қарай анасының денесін бір кісі жерге қойып жатты. Аңырай жылап Айсана орталарына жетіп барды. Сұлқ жатқан әлі жып-жылы анасының денесін көтере құшақтай жылай берді, жылай берді. Жапанда жалғыз қалғандай жан жағына қарауға да, айналасында не болып жатқанынан да аңғара алмай тұмшаланып, тұншығып қалғандай. Жедел жәрдем көлігі уілдей келіп тоқтағанда, жан жағындағылар қызға да тыныштандыратын дәрі егуін сұрап, қолынан демеп жатты. Анасын да, қызын да ауруханаға алып кетті. Қанша жатқанын білмейді. Есін жинап, жылап жүріп, әкесінің туыстарына хабар берді. Барлығы ертесіне анасының денесін де, Айсананы да ауылға алып кетті. Анасының қырқын беріп болғаннан кейін ауылдағы ағайын да, көршілер де бұл үйден сирей бастады. Сания құрбысы мен Гүлнұр екеуі келіп кеткен. Кураторға да хабар беріпті. Оқуына келсін, академиялық демалыс алсын деп жатыр деді. Айсана ол қаланың бетін көргісі келмеді. Арада тағы бір апта уақыт өткен соң, куратор мен тағы бір оқытушы апайы келді. Анаңның аруағы үшін айтайық, сен үшін айтайық. Декан сенің анаңа не айтқанын мен естіп тұрдым. Ол кезде өзімде сенер сенбесімді білмеген едім. Сенің мінезің өзгеріп, ешкіммен сөйлеспей қойдың. Ең болмаса бізден көмек сұрағаныңда мұндайға жетпес пе еді? Қысқасы, сен өзекшелікпен айналысады, тәнін сататын ұятсыз, сабаққа келмейді, жазған дипломы мүлдем дұрыс емес, жылтыраған беті. Атана боп дұрыс тәрбие бермегенсіңдер деп анаңның жер-жебіріне жетті. Анаң отырып әбден жылады. Деканға жалынды. Соңғы жылы ғой, қызыма да, жалғызбасты ауру анаға да адамгершілігіңіз болсын, қызымды тәрбиелеймін, жөнге саламын деп әбден зар иледі. Бірақ декан одан сайын айқайлап қуып шықты. Одан кейінгіні өзің білесің. Айсана бұл уақытта тас боп ширығып алды. Әрі қарай әңгімелерін тыңдағысы келген жоқ. Жарайды. Неменеге бір жылды күтемін, ертең ақ барамын, деканға жолығамын, мәселенің бәрін өзім шешіп бітірем деді. Екі қонағын шығарып салып, өзі жолға дайындалды.
Сөмкесіне әмиянына ақшасын, әкесіне қалған ет жіліктейтін өткір пышағын ғана салып алды. Ертесіне автобусқа отырып, қалаға жүріп кетті. Жаз айының соңғы күндері еді. Оқытушылар жазғы еңбек демалысына жұмыстарына түсіп жатыр екен. Ешкімге қарамастан деканатқа келді. Сол баяғыдай ештеме орнынан қозғалмаған. Декан да орнында отыр екен. Айсана бір-ақ ауыз сөз айтты. Маған дипломымды алып беріңіз, сіздің айтқаныңыздың бәрін орындаймын. Декан аң-таң болып қызға қарады. Қыз да сыр білдірместен, маған жұмыс, қызмет керек, ақша табатын үйде енді жалғыз өзімін, енді қайтемін деп бір жымиғандай болды. Декан есін жинап алғандай басын бір шұлғып ап, жақсы, онда бүгін кездесейік. Жоқ, диплом қолыма тиген күні кездесеміз деп орнынан қозғалмастан күле жауап берді қыз. Онда маған 2-3 күн уақыт бер, мен мәселені шешемін. Келістік, өзіңізден хабар күтемін деп шығып бара жатыр еді. Сен мен қалай хабарласамын деді. Айсана өткендегі туысының телефонын нөмірін беріп кетті. 3 күн айнып қалма, сөзіңде тұр, Айсана, деканның маған жасаған, анама жасаған иттігі үшін сазайын тарттырам деп жап-жас қыз кектене шығып бара жатты. Сонымен 3 күн күтем деген Айсанаға декан бір күннен кейін-ақ қоңырау шалып, шақырып, дипломын дайын етіп берді. Сол күні кешке кездесетін жерінің ел көзінен тасада алыстау болғанын қалап қиылғандай көрініп, өтініш білдірді. Ағайы оған қуана келісті. Белгілеген жерінен машинасымен қаланың сыртына алып кетті. Шағындау жер үй екен. Арақ шарапты, жемістерді машинадан ала түсті. Столдың үстіне қойып, ыржалақтап қызға қарап қояды. Кел, отырайық, дәмнен алып қояйық деп дастарханға шақырды. Қыз тәбетім жоқ, ештеңе ішкім келіп тұрған жоқ дегені сол екен. Онда жатын бөлмеге бара бер, мен қазір барам, сол жақтан кейін тәбетің ашылады деп кеңкілдеп күлді. Айсана сөмкесін алып, өзіме де осы жағдай ыңғайлы деп жатын бөлмеге кіріп кетті. Есіктің артына барып, сөмкесінен пышақты суырып алды. Жүрегі атқақтап, демін ішіне тартып тұр. Ол кірер емес. Бір кезде жарықты жағып қоямыз ба, әлде солай қараңғыны ұнатасың ба деп жақындап келіп қалғанын байқады. Айсананың жүрек соғысы қатты дүрсілдегені сонша, құлағы жарылардай, қаны басына шауып, көзі қарауытып, дүрс-дүрс етіп бұған қарай келе жатқан аяқтың қадамы мен құлағының шуылы қосарланып кеткендей болды. Еркектің сұлбасын көрген бойда қолындағы пышақты көтеріп, салып кеп қалды. Арқыраған дауыс естіді. Тұрған жерінен қозғалып, алға жүргені сол еді. Құлақ шекесінен қатты соққы тиді. Басы мең-зең болып, бір кезде есін жинады. Айналасы қан, деканның иығынан сол жақ иығы көйлегі де қан екен. Қызға қарап ыңырана сөйледі. Сен иттің ғана баласы, мені өлтіргің келді ма? Мені өлтіргеннен кейін қалай өмір сүрейін деп едің? Қыз қозғалып тұрғысы келіп еді, қолын қайырып байлап тастапты. Бөк түскен күйі жатқан жерінде жылап жіберді. Сен менің анамды қалай өлтірсең, сені де оп-оңай өлтіріп, әрі қарай дым көрмегендей өмір сүргім келген, түсіндің бе деп жауап қатты. Еркек басын шайқады. Сен кеткесін мен дым болмағандай жүре алғам жоқ, саған жоламауым керек еді. Жаңа қызметке тағайындалам, жоғарылайым деп жүрмін. Сен қарғап жүрма деп, жолым болмай қалама деп жүргем іштей. Сөйтсем, сен мені өлтіруге дейін барыпсың ғой. Қандай сұмдық қорқынышты қызға ғашық болғанмын. Біраз үнсіздіктен кейін, білесің бе? Сен жан жарам бар дейсің, ал менің тәнім жарасы бар. Пышақпен біраз етімді сырып өтіпсің, екеуміз тең болдық. Бірақ менің жағдайымның, әлеуетімнің жоғарылығына байланысты маған көбірек ұпай беру керексің. Байлаулы жатқан жерінен білгенімді істесем не қылар едің? Қыз ойланбастан, онда мені ешкім естімейтін, ешкімнің көзі көрмейтін жерге өлтіріп, көміп кет. Сосын мені ұмыт алсаң, ұмыт. Ал мен сенің күнде түсіңе кіруге тырысамын деді. Ер адам орнынан атып тұрды. Қыздың айтқан сөздерінен тітіркеніп кетті. Оның қолындағы жіпті босатты да, көрмегенім сен болсын, түфуй беттің құрысын деп жерге бір түкіріп шығып кетті. Айсананың бүкіл өмірі көз алдынан өткендей болды. Әкесі мойнына салып көше бойымен келе жатқанда, анасы жұпар иісті құшағына салып еркелеткенде, үшеуі мәз болып отырып, ас ішіп, әкесімен шахмат ойнап, анасымен қалыспай жүріп үй тірлігіне қолғабысы,
Бой жетіп жан жағына қарай бастағанда сыландырып киіндіріп неше түрлі шаш өру үлгісін жасап сәндендіріп бергені ең бақытты кезеңдері екен ғой. Ал қазір тұсап тастаған меңіреу қой құсап айдалада белгісіз үйде жан алысып арпалысып қорқынышпен үрей кекпен өжеттікпен тұнып қалған денесі тырысып қатып қалғандай. Бос қалған үйден тітіркеніп бойын қорқыныш биледі. Пышағын сөмкесіне салып үйден атып шықты да жүгіріп көшеге шықты. Қараңғы көшеде жүгіріп келе жатып, жарыққа, жарыққа, жарыққа қарай жүр, Айсана. Сол кезде қорқыныштың азаяды деп алға қарай жүгіре берді. Жарықтың қашан алдынан шығатынын білмесе де жүгіре берді. Бір кезде үлкен көшемен қиылысқанын байқады. Зуылдап бірен саран машина қасынан өтіп кетті. Ешқайсысына да тоқта деп қол көтермеді. Олар да құтырынып бейіп-бейіп деп өтеді қасынан. Бір кезде Рафик машина салдырлап қасына тоқтады. Еңселі келген қарттау үлкен кісі екен. Қызым, 7 түнде неге жалғыз жүрсің? Баратын жерің жақын бе еді? Деді. Қыз басын шайқады. Көке, қаланың орталығына баруым керек. Жақындатып тастай аласыз ба? О, Алла, Құдайым-ау, сенің атанаң ұйықтамай күтіп жатқан шығар. Кел, отыр деді. Айсана отыруын отырса да, көкірегіндегі өксікке шыдамай жылап жіберді. Я, менің атанам шынымен де тыныш жата алмай жатқан шығар. Менің жүрсім мынау. Ай, баламай, балапан басымен, тұрымтай тұсымен заман боп кетті ғой. Үкімет құлағалы бір жақсылықтың нышанын көрмедік ау. Ендігі сендердей жастарымыз қор болмай өмірлерін өткізсе деймін. Өзім қарапайым шопырмын. Балдарыма адалынан нан жегіздім. Арам сөзбен өсірмедім. Ащы суды ұрттамадым. Менің атам да, әкем де Құран ұстап, Құдай жолымен жүргендер. Талай қуғынға ұшыраған. Бірақ адал аспен асырап, ешкімнің ала жібін аттамай өскен ұрпағым болашақта жаман болмайды деп кеткен. Құдайға шүкір, балдарым өсіп, өніп, оқу оқып адам болды. Бәрі аяқтанып, біреуден ілгері, біреуден кеш қызметтерін жасауда. Енді ана дүниеде мен де уайымсыз кетем. Әке шеше деген сол, ана жақта жатып та, перзентінің дұрыс өмір сүргенін сезіп жатады. Жақсылықты сезсе, әруақтар бір аунап түседі дейді ғой. Иә, солай балам, әке шешеңді уайымдатпа. Бала деген бауыр еті. Қазір олардың не ойлап отқанын білсең ғой. Міне, қалаға да жетіп қалыппыз. Айсана мына кісінің әңгімесінен кейін біраз ес жинап алғандай болды. Ол адамды кейін сол қорқынышты түні кездескен періштесіндей сезінетін еді. Я, арада біраз жылдар өтті. Тән жарасы да, жан жарасы да жазылды. Сол Рафик машинасымен қаланың орталығына әкеліп тастаған көкенің атын да, мекен жайын да сұрай салмаған екенмін деп ойлады арасында. Сол қария шопырдың шамалы ғана әңгімесінен кейін бір шама кек, арпалыс, намыс, жағымсыз ойларын ысырып тастап, тірі адам тірі болу керек. Ал атанам, ана дүниеде менің әрбір жақсы ісіме бір аунап түсіп қуану керек деген ойға келген болатын. Сол мақсатымен Қызылордада қалмай Арман қалаға аттанған. Алматыға бір түнде жиналып шығып кеткен. Мешітке соғып ата-анасына аптан сайын Құран бағыштап оқытатын. Сауда саттықпен айналысты, тағы тоқтамай оқулар оқыды. Тез шешім қабылдап тәуекелге барғыштығының арқасында, қабілет қарымының арқасында кез келген істі дөңгелетіп әкетті. Құдай қосқан қосағыда қарапайым жігіт болды. Оның сезімінің шынайылығын байқады. Айсана да жігітті сүйді. Екеуі бас қосып шаңырақ көтерді. Ұлды, қызды болды. Әр жаңа қадам үшін шүкіршілік айтуды үйренді. Қазіргі барлығына да мастанбайды, өзін барынша қарапайым ұстайды. Дегенмен бұл ойларға жетелеген не екенін енді ғана түсінгендей. Туған ауылына 22 жыл бойы қайта соқпаған, әке шешенің мекеніне барып, жатқан жерлеріне соғу, ауылын көркейтуге қаржы бөлу, қорқыныш сезімімді қайта оралтады деген ордасына да қорықпай кіріп, еңсесін тік ұстап жүру. Әттең сол балаң, жас кезімде осылай ойлай алатын болсам ғой. Баяғыда ес жияр едім. Мен қанша жыл бала болғанмын. Мен өстім, жетілдім десем, қалайша көкірегім бос болған. Енді ғана жетеріне жетпей тұрған санамды толықтырғаным ба? Балалық шалалығымнан қорқып жүріппін-ау, ой түкпірінде жатыппын ғой, қайран балалық жастың, үрейдің үркектігі.
Өз-өзінен балаша күліп, одан кейін терең тыныс алғысы келді. Машинаны жолдың жиегіне тоқтатып сыртқа шықты. Кондиционер қосылып келе жатса да, таза ауаны жұтып далада біраз тұрды. Айтылмай жатқан қаншама сыр мен мұң бар десеңші әр адамда. Бар түсінгенім тірі болу, өмірдің қадірін түсіну, оны айуандықпен емес, рухың биік, жаныңды таза етіп, кексіз, керісінше Құдайға шексіз махаббатпен өткізу екен ғой. Қой, енді қалған әңгімені құрбыларыма жеткен соң тыңдармын. Жолға қарайын. Құдай бұйыртса тараздың да төбесі көрініп қалар деп, қайтадан машинасына отырды. Осы кезде ұялы телефоны шыр етіп, бағанағы жол полициясында қызмет жасайтын танысы хабарласты. Айсана, сенің әлгі көліктегілерге бейжай қарамағаның дұрыс болыпты. Ол адам саудасымен айналысатын топтың мүшесі болып шықты. Көптен бері іздеуде жүр екен. Саған ресми түрде алғыс жариялайтын боламыз әлі. Әзірге рахмет. Айсана ұялы телефонын жапты да, өрімдей жас қыздың тағдырына сырттай болса да арашашы болғанына қуанды. Өзін сол қыздың құтқарушы періштесіндей сезінді. Құдайдың бір бөлшегі, ол адамның жүрегінде деген осы екен ғой. Құдай өзіңе деген осы сенімнен айыра көрме, мен мұны шүбәсіз мойындағам. Осылайша мойнымнан ауыр жүк түскендей болды. Адамның өмірі осы жолдардай бірі қысқа, бірі ұзақ. Жолмен ұзақ та қауіпсіз жүруің, өміріңді жақсылап қолға алғаның. Тіптен өтіп кеткен өміріңді есепке алмағанда, алдағы қалған өмірің де ес жиып үлгеруің де өте маңызды екен.